Құрметті әріптестер, бүгін 1 наурыз 2022 жыл. Тараз қаласы нөмір 40 гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пән бірлестігі айлығының ашылуына қош келдіңіздер. Қазақтың тілі, қазақтың жаны, халқымыздың тарихы да, тағдыры да тілінде. Біз мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру бағытындағы жұмыстарды үздіксіз жалғастыра береміз, деп елбасымыз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев айтқандай, біз қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдері мемлекеттік тілді дамытуға өз үлесімізді қосудамыз. Біздің пән бірлестігінің айлығының жоспары бойынша тақырыбымыз қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында тілдік дағдыларды дамытуда қолданылатын тиімді әдіс тәсілдер. Тақырыбымызға сәйкес мақсатымыз қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында тілдік дағдыларды дамытуға арналған тиімді әдіс тәсілдерді тәжірибеде көрсету. Мұғалімдердің шығармашылық жұмыстарын таратып, оқыту үрдісінде әдістеме бойынша тәжірибе алмасу. Қазақ тілі мен әдебиеті бірлестігі айлығының жоспары келесідей. Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасында ашық сабақтар шеруі. Назарларыңызға осы ашық сабақтар шеруін ұсынамыз. Ашық сабақтар әр түрлі форматта өтеді. Бірі бейне сабақ болса, екіншісі панорамалық сабақ және үшіншісі офлайн мектепте өтілетін ашық сабақтар. Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасында сыныптан тыс іс-шаралар шеруі келесідей. Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасында шеберлік сыныптар, коучингтер, семинарлар шеруі келесідей. Құрметті ұстаздар, біздің сабақтарға, шеберлік сыныптарға, сыныптан тыс іс-шараларға қош келдіңіздер. Назарларыңызға рахмет.